Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сабағымызда қолданатын топқа бөлудің 5 әдісі туралы талқылайтын боламыз. Топқа бөлу әдетте тапсырманы берген кезде және оқушыларды жарыстыру үшін, болмаса көп оқушыларды бөліп, әртүрлі деңгейлік тапсырмаларды беру үшін біз оқушыларды топқа бөлеміз. Ал енді топқа бөлудің бірінші әдісі бұл пазл әдісі. Пазл әдісі өзі аты айтып тұрғандай, бір-біріне құрастыру арқылы дұрыс жауап беру, сол арқылы топқа бөлу болып табылады. Пазл әдісінде сіздер мысалы белгілі бір ақындардың берілген өлең жолдарының атын беріп, одан кейін оны бала авторын апарып, сол пазлдың бір бөлігіне құрастырады. Егер дұрыс шықса, белгілі бір бейне шығады, фигура. Сол арқылы топқа бөлуге болады. Не алдарыңызда тұрған Мұқағали Мақатаевтікі, Қасым Аманжоловтікі, Ыбырай Алтынсариннің, Абайдың өлең жолдары берілген, шатастырылып берілген. Соны апарып балалар әрқайсының дұрыс жауабына біріктірсе, пазлдың белгілі бір сурет шығуы мүмкін, болмаса бір әннің жолдары шығуы мүмкін. Енді бұл әдебиет пәніне арналған пазл, көріп тұрғандарыңыздар. Математикадан да солай бөлу, көбейту, алу, қосу, пайдалану арқылы пазл құрастыра аламыз. Пазлдың бұл бір ерекшелігі, бала жылдам ойлайды және де есіне түсіреді. Ал енді одан кейін бастауыш сыныптарға арналған мақалды бір-біріне жалғастыру. Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Әртүрлі бөлікке бөліп пазлдарды бөліп тастағаннан кейін балалар бұны бір-біріне жалғау арқылы мақалды еске түсіреді және де өзінің топтастарына бірігіп топқа бөлініп отыра алады. Бұл оқушының санына қарай бірнеше мақал-мәтел жасауыңыз мүмкін. Ал енді одан кейінгі ұсынатын келесі бір әдіс, бұл доллар әдісі. Аты айтып тұрғандай, бұл математика пәнінде бастауышта ақша, тиын туралы өткен кезде бұл әдісті қолдану арқылы оқушыларды топқа бөліп отырғыза аласыздар. Енді оқушыларыңыздың, сыныптағы оқушылардың санына қарай 6 топқа дейін баратын сыныптар бар. Шағын жинақталған мектептерде 2 топ, 4 топқа дейін бөлінеді. Соған қарай оқушыларыңыздың санына қарай осы доллар ақш теңгесін қолдану арқылы сіздер оқушыларыңызды топтарға бөліп отырғыза аласыздар. Бұл әдістің бір ерекшелігі, шетелдің ақшасымен танысады. Соны назарға аласыздар. Одан кейін былтырғы оқу жылында көп қолданған оқушыларды топқа бөлу әдісі, бұл әлеуметтік желілер арқылы бөлу. Қазіргі таңда кең көлемде барлық оқушылар білетін әртүрлі әлеуметтік желілер бар. Соларды пайдалану арқылы оларға қолданатын лайктар, жаңағы ұнайды, ұнамайды, дизлайк дейді ғой, солар арқылы топқа бөле аламыз. Бұнда әлеуметтік желілердің әрбір белгісін тақтаға теріс қарату арқылы жапсырып қоя аламыз. Оны оқушылар барып таңдап алады. Мысалы, Instagram түскен оқушылар бір топқа бөлінеді, Facebook түскен оқушылар бір топқа бөлінеді, TikTok әлеуметтік желісі таңдағандары бір топқа, ВКонтакте желісін таңдағандар бір топқа. Оқушылардың санына қарай тағы да әлеуметтік желілерді қосу арқылы топқа бөліп оқушыларыңызды отырғыза аласыз. Енді бұл жерде бір жағынан мынандай ойда туындайды, мысалы бірыңғай мықты оқушылар бір топқа жиналып қалуы мүмкін, болмаса үлгерімі төмен оқушылар бір топқа жиналып қалуы мүмкін. Соған байланысты мұғалім өзі таратып беру арқылы оқушыларды топқа бөлсе де болады. Өйткені бұл жерде кішкене әділетсіздік болып қалады, бірыңғай жақсы оқитындар бір топ, болмаса нашар оқитындар бір топ болып қалса. Сондықтан мұғалім өзі бөліп берсе болады. Енді одан кейінгі тағы да бір ұсынатын әдіс, бұл шеңбер әдісі. Әртүрлі түске бөлінген боялған шеңберді оқушылар айландыру арқылы топқа бөліне алады. Мәселен, мына жердегі шеңберді айландырған кезде көк түс түскен оқушылар, көк тобы, мына жерде барлығы бірнеше түс берілген, 8 түс. Сол 8 түстің шамамен алған кезде бір 6-7-еуіне бірыңғай болып түсуі мүмкін. Соған байланысты балалар
топқа бөлінеді. Болмаса жаңағы шеңбердің түстерін кесіп тарату арқылы топқа бөле аласыз. Одан кейінгі бұл музыка пәнінде болмаса әдебиеттік оқуда қолдануға болатын ұлттық аспаптар арқылы топқа бөлу. Берілген қазақтың ұлттық аспаптарын тақтаға жапсыру арқылы болмаса оқушыларға тарату әдісі арқылы топқа бөле аласыздар. Алдарыңызда тұрған домбыра бар, одан кейін қобыз, сасырна сияқты қазақтың ұлттық аспаптарын пайдалану арқылы топқа бөле аласыздар. Енді бұл жерде мұғалімнің фантазиясына қарай әдебиеттік оқу пәніне бастауыш сыныпта болмаса жоғары сыныптарда қазақтың ұлттық аспаптарын өткен кезде осыны пайдалансақ болады. Және музыка пәнінде оқушыларды топқа бөлу кезінде бұл таптырмас әдіс. Әрине қарапайым болып көрінеді, бірақ күнделікті сабақта қолдануға мұғалімнің уақытын алмайды, бұл біріншіден. Екіншіден, дайын көрнекілік болғандықтан бұны ылғи да барлық пәнде тез жылдам қолдана аласыз. Одан кейінгі қолданылатын әдіс бұл қаңқыз әдісі. Қаңқыз деген кішкентай жәндікті жаңағы қанаттарының астына топтардың атын жазу арқылы топқа бөліп көрсетсе болады. Қаңқызды өздеріңіз білесіздер ғой. Соның екі қанат екі жаққа ашылады. Сол таңдап алған қаңқызды алып, оның астына қанатын екі жаққа ашса, оқушылар өзінің қай топқа бөлінгенін, қай топтікі екенін біледі. Бұл көрнекілік жасау кезінде қаңқыздың бірінші денесін шығарып, одан кейін топтың атын жазып, одан кейін қанаттарын жапсыру керек. Мінекей осындай қарапайым әдістер арқылы оқушыларыңыз топқа бөліп, сабағыңызды қызықты етіп өткізе аласыз. Барлықтарыңызға келе жатқан аптаға сәттілік тілеймін. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға жазылып, комментарий жазып, лайк басып отыруларыңызды сұраймын.